Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира. Бүгін сіздермен ПП вариант ретінде сазан балығын духовкада дұрыс маринадтап пісіреміз. Осы видеоны соңына дейін қарасаңыздар, барлығын толық түсіндіріп айтатын боламын. Диетада отырған, дұрыс тамақтанып жүрген қыз-келіншектер осы рецепті сіздер міндетті түрде сақтап алуларыңыз керек. Бұл балықтың барлық түріне жарай береді. Ең алдымен балықты осындай керек емес бөлшектерін кесіп алып тастаймыз, және де өте жұқа етіп, жіңішке етіп балығымыз толығымен пісу үшін духовкада осындай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен пышақтың көмегімен және де балғаның көмегімен ірі балық болғаннан кейін осындай омыртқаларын кесіп алдым. Бір бөлігін ғана емес, осындай екі бөлігін етіп осылай кестім. Маған осындай кескен өте қатты ұнайды. Балықтың барлығын түгелімен бөлшектерге бөліп болғаннан кейін балығымызды көз мөлшеріне қарап тұздаймыз. Тұздағаннан кейін шамамен 10-20 минутқа қалдырамыз, одан кейін ғана біз маринадтаймыз. Балықты тұздаған кезде балықтың барлық бөлігіне, барлық жеріне тұздың толық тигенін қадағалаңыздар. Өйткені бір жерінде тұз болып, бір жерінде тұз болмай қалса, онда тұзы кем немесе дәмі болмай қалады. Барлығын тұздап болғаннан кейін шамамен 10 минутқа мен қалдырдым, және де 1 ас қасық соевый соуспен және де 2 ас қасық сұйық май құйдым. Егер сізде зәйтүн майы болатын болса, зәйтүн майын құйсаңыз да болады, және де лимонның шырынын 1 ас қасықтан құйдым. Осы менің маринадым болды. Осыны толығымен араластырып, балықтың толық барлық жеріне кисточкамен жағып шығамын. Ең алдымен осындай біздің противенге балықты орналастырып аламыз, және де менде 2 балық артылып қалды, оны мен бөлек қуырып алдым. Мариновкасын жағып болғаннан кейін мен балығымды бірдестен қызып тұрған 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Сіз өзіңіздің пешіңіздің түріне қарай және де бақылап тұрып балықты күйдіріп алмай пісіргеніңіз абзал. Менің противенім шыны ыдыстан болғаннан кейін мен ешқандай май жаққан жоқпын астына, және де ешқандай пергамент қағазын төсеген жоқпын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай астына жабыспай толығымен балығым піскен. Егер сізде темір ыдыс болатын болса, онда пергамент қағазын төсегеніңіз дұрыс болады. Болмаған жағдайда асты күйіп немесе жабысып қалуы мүмкін. Менің балығым өте сочный, тұзы да керемет, әдемі піскен. Сіздерге шанышқымен балықты кесіп көрсетемін. Өте жұмсақ, әдемі болған. Мен сәндік үшін лимонның тілімін қойдым, және де соус дайындап қойдым қасына, және де балықтың үстіне кисло-сладкий соус құйдым. Бұл дәмі өте керемет шықты, оны бірақ пайдаланбасаңыз да болады. Барлығыңызға осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін, және де осы каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.